Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Қаңтардың қақаған аязы. Терезенің сыртында боран олып тұр. Үйдің ішінде де суық. Бірақ бұл жолы пештен емес. Адамдардың арасынан соғып тұрған суық еді. «Апа, осылай болмайды», деді Данияр көзін тайдырып. 70-тегі Айсұлу апа үндемей отырды. Үстінде ескі көк шапаны, жанында кішкентай ғана қомыр чемодан. Сол чемоданға бүкіл өмірі сыйып кеткендей. «Не болмайды, балам», деді жай ғана. Асиде келіні Айгүл ыдысты қаттырақ сылдырлатып, әдейі естіртіп сөйледі. «Үй кішкентай, балалар өсіп келеді. Күнде реніш, күнде ұрыс. Бізде өмір сүргіміз келеді». Айсұлу апа баласына қарады. Осы үйді салу үшін марқұм күйеу екеуі 15 жыл жұмыс істеген. Данияр сол үйдің іргетасы құйған күні 5 жаста еді. Бәрі кеше сияқты. «Мен сендерге ауыртпалық болдым ба?» деді апа. Данияр үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Айгүл шыдай алмай Асиден шықты. «Біз шешім қабылдадық. Сізге пәтер жалдап береміз. Қазір емес, кейін. Әзірге Зоя апайдың жатақханасына барып тұрасыз». «Жатақхана?» Айсұлудың даусы алғаш рет дір етті. «Иә, уақытша ғана». Уақытша деген сөз кейде мәңгілік дегенмен бірдей болатынын бәрі біледі. Жарты сағаттан кейін есік ашылды. Боран ішке ұмтылды. Айсұлу апа чемоданын өзі көтерді. Ұлы қол созбады. «Тек, ренжімеңіз», деді сыбырлап. Айсұлу апа табалдырықта бір сәт тоқтады. «Мен ренжімеймін, балам, бірақ өмір ренжиді», деді жай ғана. Бұл сөздің мағынасын Данияр сол сәтте түсінген жоқ. Көршілер терезеден қарап тұрды. Бірі пердені жылжытып, бірі телефонға түсіріп үлгерді. Қар тізеден. Жел бет қарып барады. Айсұлу апа ауладағы орындыққа бір сәт отырды. Чемоданым қасына қойды. Көзі үйдің терезесіне түсті. Іште шам жанып тұр. Немересінің көлеңкесі көрінеді. Осы үйде ол келін түсірді. Осы үйде күйеуін ақтық сапарға шарп салды. Осы үйде немерелерінің кіндігі кесілді. Ал қазір ол сыртта. 5 минут өтті. 10 минут. Есіктен ешкім шықпады. Айсұлу апа орнынан баяу тұрды. Көшеге қарай жүрді. Боран бет қабырып көзден жас шығарды. Бірақ бұл тек аяздым жасы емес еді. Көшенің бұрышына жеткенде чемоданның сыдырмасы сәл ашылып кетті. Ішінен сарғайған бір конверт жерге түсіп қалды. Ол байқамады. Конверт қардың үстінде жатты. Жел оны сәл сырғытты. Ал терезеден қарап тұрған Данияр сол сәтте ғана бір нәрсені түсінгендей болды. Бірақ тым кеш емес пе еді. Боран үдей түсті. Айсұлу апаның қолы томып, чемодан сабын қыса алмай қалды. Көшенің бұрышына жеткенде тізесі қалтырап, бір сәт аялдады. Сол кезде артынан ер адамның дауысы шықты. «Апа, тоқтаңызшы!» Айсұлу апа бұрылды. Қалың күрте киген, шамамен 30 жастағы жігіт жүгіріп келе жатыр. Бұл көрші подъездегі Арман. Үнемі амандасып жүретін, бірақ жақын араласпаған. «Апа, сізді жаңа көріп қалдым. Не болды?» Айсұлу апа бір сәт үндемеді. Намыс пен мұң араласқан көзқарас. «Ештеңе, балам. Жай, уақытша кетіп бара жатырмын». Арман бәрін түсінді. Себебі жарты сағат бұрын аулада тұрған әйелдер сыбырлап жатқан. Үйден шығарып жіберіпті. Келіні бұрыннан жақтырмайтын. Қарияны қыстың күні ме? Өсек желден де тез тарайды. Арман чемоданды қолына алды. «Жүріңіз, апа. Алдымен жылы жерге кірейік». «Жоқ, балам, қиналма. Мен жатақханаға...» «Қандай жатақхана? Бұл аязда ма?» «Жоқ, менің үйіме кіресіз». Айсұлу апа қарсы болғысы келді, бірақ денесі қалтырап кетті. Еріксіз келісті. Арманның пәтері шағын, бірақ жылы. Асиде шәйнек қайнап тұрды. Айсұлу апа табалдырықтан аттағанда көзінен жас шығып кетті. «Кешір, балам, бөгет болдым». «Сіз бөгет емессіз, сіз анасыз», деді Арман қаттырақ. Бұл сөз Айсұлу апаның жүрегін шым еткізді. Өз баласынан естімеген сөзді бөтен біреу айтты. Бір сағат өтпей жатып подъезде сыбыр көбейді. Айгүл терезеден көріп қойған. «Міне, көрдің бе?» деді ол Даниярға. «Көрші жігіттің үйіне кіріп кетті».
Айгүл, қойшы. Қалай қоям? Ертең бүкіл аула не дейді? Шешесін шығарып жіберіп, көршіге кіргізіп қойды дейді. Данияр үндемеді, бірақ ішінде бір нәрсе мазалай бастады. Сол сәтте оның көзі ауладағы қардың үстінде жатқан сарғайған конвертке түсті. Ол сыртқа жүгіріп шықты. Конвертті көтеріп алды. Үсті дымқыл, бірақ ішіндегі құжат құрғақ екен. Ашып қарады. Көздері үлкейіп кетті. Мүмкін емес, деді сыбырлап. Бұл үйдің меншік құжат еді, және иесі ретінде Айсұлу апаның аты жазылған. Даниярдың жүрегі тарс соқты. Үй. Оның емес пе еді? Айгүлде айтылмаған бір шындық бар сияқты. Ал дәл сол сәтте Арманның пәтерінде Айсұлу апа чемоданын ашып, бір заттың жоғын байқап отыр еді. Құжат қайда кетті? Даниярдың қолы дірілдеп тұрды. Қардың үстінде тұрған күйі құжатқа қайта-қайта қарады. Ақ қағаздың жоғарғы бұрышында анық жазылған. Меншік иесі Айсұлу Қалиева. Туған күні. Жеке куәлік нөмірі. Мөр. Бұл олардың тұрып жатқан үйі. Жоқ, бұл қалай? Деп күбірледі ол. Себебі ол әрқашан үй әкемнің атына, кейін маған өткен деп ойлайтын. Құжат жағын ешқашан тексермеген. Әкесі қайтыс болған соң бәрін анасы реттеді. Кейін бәрі заңды, сен алаңдама деген. Данияр үйге кірді. Айгүл, не болды тағы? Деді келіні ашулы күйде. Мынау не? Ол құжатты үстелге тастады. Айгүл қағазға көз жүгіртіп, бір сәтке қатып қалды. Бұл мүмкін емес. Үй анамның атында екен. Сонда не? Қартайғанда саған бәрібір қалмай ма? Деді Айгүл даусын көтеріп. Біз қанша жыл тұрып жатырмыз? Ремонт жасадық, ақша құйдық. Бірақ заң бойынша біз оны шығарып жібердік. Бөлме іші ауыр тыныштыққа толды. Сол уақытта Арманның пәтерінде Айсұлу апа чемоданын ақтарып отыр еді. Қолдары дірілдеп, киімдердің арасын қайта-қайта тексерді. Жоқ, жоқ, деді сыбырлап. Не болды апа? Деді Арман. Құжат. Үйдің құжаты жоқ. Арман тоқтап қалды. Қандай құжат? Айсұлу апа терең дем алды. Бұл үй негізі менің атымда. Күйеуім қайтқанда нотариуста рәсімдегенбіз. Бірақ бір шартпен. Қандай шарт? Мен тірі тұрғанда ешкім мені ол үйден шығара алмайды. Арман үнсіз қалды. Мен оны бүгін көрсеткім келген, бірақ енді кеш сияқты. Сол сәтте есік қатты қағылды. Арман ашты. Есіктің алдында Данияр тұр. Көзі қызарып кеткен. Қолында сол құжат. Апа, сөйлесу керек. Айсұлу апа орнынан тұрды. Екеуі бір-біріне қарады. Ол мен ана. Үй, сіздің атыңызда ма? Деді Данияр ауыр дем алып. Иә балам. Неге айтпадыңыз? Сен сұрамадың? Бұл сөз найзадай қадалды. Айгүл де подъезге шығып үлгерген. Ашулы. Заңды көрсетіп қорқытпақсыз ба енді? Бізді сотқа бересіз бе? Айсұлу апа оған тіке қарады. Мен ешкімді сотқа бермеймін. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңдар. Үй қабырғамен тұрмайды. Үй сыйластықпен тұрады. Подъезде көршілер жиналып қалған. Ят, ашу, шындық бәрі бір жерге түйілді. Подъезде тыныс тарылып кеткендей. Көршілер сыбырлап, біреуі видеоға түсіріп тұр. Айгүлдің даусы қаттырақ шықты. Жарайды, үй сіздікі болса біз қайда барамыз? Көшеге біз шығайық па? Данияр қабағын тиіп. Айгүл, тынышталшы. Жоқ, мен үндемеймін. Біз қанша жыл ақша салдық бұл үйге. Ремонт, мебель, бәрі біздің ақшамыз. Айсұлу апа сабырмен жауап берді. Мен сендерді қуып жатқан жоқпын, бірақ мені қуып жіберуге ешкімнің құқығы жоқ. Осы сөзден кейін Айгүл есікті тарс жауып үйге кіріп кетті. Артынша іштен ыдыс сынған дыбыс естілді. Бір сағат өтпей жатып жағдай ушығып кетті. Айгүл 102-ге хабарласқан. Бейтаныс ер адам қайынененді заңсыз алып кетіп, үйге кіргізбей жатыр, деп шағым түсірген. Полиция келді. Екі қызметкер жағдайды сұрады. Көршілер бірінен соң бірі сөйлеп кетті. Біз бәрін көрдік. Қарияны өздері шығарды. Чемоданмен отырды ғой далада. Данияр басын ұстап тұрды. Ят күйдіріп барады.
Полиция құжатты тексерді. Үйдің заңды иесі Айсұлу Қалиева, деді офицер анық дауыспен. Оны тіркелген мекен жайынан шығаруға ешкімнің құқығы жоқ. Айгүлдің түрі өзгеріп кетті. Сонда біз кінәліміз бе? Заң бойынша, иә. Сол сәтте ең ауыр соққы болды. Полиция қызметкері протокол толтыра бастады. Қарт адамды қыс мезгілінде тұрғын үйден шығару фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалуы мүмкін. Подъезде тыныштық орнады. Данияр анасына қарады. Көзінде өкініш бар. Апа, мен, деді ол. Айсұлу апа оны тоқтатты. Қазір ештеңе айтпа. Әлі кеш емес. Бірақ уақыт аз. Полиция кеткен соң Айгүл ашумен. Жарайды. Егер заң солай болса, онда үйді бөліп алайық, соттасайық, деді. Соттасу керек болса, соттасамыз, деді Данияр алғаш рет қатты сөйлеп. Айгүл аң-таң болып қалды. Сен менің жағымда емес пе едің? Мен әділ жақтамын. Бұл сөз үйдегі қарым-қатынасты бір сәтте өзгертті. Ал дәл сол түні Айсұлу апаның жүрегі шаншып кетті. Арман жедел жәрдем шақырды. Жедел көлік шамы аулада жанып тұрғанда Данияр терезеден қарап тұрды. Қорқыныш бірінші рет шын сезілді. Егер бірдеңе болып кетсе ше, деді ол сыбырлап. Ал өмір кейде кешірім сұрауға уақыт бермейді. Аурухананың дәлізі суық. Ақ қабырға, дәрінің иісі, тыныштық. Данияр орындықта отыр. Қолын қысып, басын төмен салған. Арман жанында үнсіз. Дәрігер шықты. Жағдайы тұрақты. Жүрекке салмақ түскен. Күйзеліс көп болған, деді қысқа ғана. Даниярдың иығы түсіп кетті. Кіре аламын ба? 5 минутқа. Палата іші тыныш. Айсұлу апа әлсіз жатыр. Бірақ көзі анық. Келдің бе балам? Деді жай ғана. Данияр төсектің жанына отырды. Даусы қарлығып шықты. Апа, кешіріңіз. Айсұлу апа басын шайқады. Кешірім кейін сұрау алады. Әуелі шындықты тыңда. Данияр үнсіз қалды. Үйдің неге менің атымда қалғанын білгің келе ме? Иә. Айсұлу апа терең дем алды. Әкең тірі кезінде бәрін көрді. Мінезімді емес. Әйеліңнің мінезін. Ол кезде жас едің. Бірақ бір күні ол маған үй бәрібір біздікі болады дегенін әкең естіді. Данияр селк етті. Сол үшін әкең нотариусқа барып шарт қойды. Үй менің атымда қалады. Мен тірі тұрғанда ешкім мені шығара алмайды. Ал мен қайтқан соң үй сатылады. Сатылады? Деді Данияр шошып. Иә, ақшасы балалар үйіне аударылады. Даниярдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бізге емес пе? Жоқ балам. Себебі әкең бір сөз айтты. Егер өз анасына орын таба алмаса, ол үйге лайық емес. Палата іші ауыр тыныштыққа толды. Неге бұрын айтпадыңыз? Деді Данияр. Себебі сенің өзің түсінгеніңді қаладым. Мен қателестім. Қателесу адамдық, бірақ анадан безу сын. Бұл сөз Даниярға ауыр тиді. Сол сәтте палата есігі ашылды. Айгүл кірді. Көзі қызарған, бірақ ашу әлі кетпеген. Бұл әділетсіз, деді ол бірден. Үйді бөтендерге қалдыру деген не? Айсұлу апа оған тіке қарады. Бөтен кім? Сен бе? Әлде жетім бала ма? Айгүл үнсіз қалды. Мен сендерді қуып жатқан жоқпын. Мен тек өз орнымды талап еттім. Дәрігер кіріп, барлығын шығуды сұрады. Данияр есік алдында тоқтап, апа, бәрін түзетуге мүмкіндік бар ма? Деді. Айсұлу апа баяу ғана. Мүмкіндік бар. Бірақ ол үйден емес, жүректен басталады. Данияр алғаш рет шын қорқты. Себебі енді мәселе үйде емес еді. Мәселе шешімде. Ал ертең нотариус шақырылатынын ол әлі білмейтін. Таң ата бере аурухана терезесінен бозғылт жарық түсті. Түн ұзақ болды. Данияр бір сәтке де көз ілмеді. Орындықта отырған күйі өмірінде бірінші рет өзін кішкентай баладай сезінді. Арман дәліздің арғы шетінде үнсіз отыр. Екеуінің арасында артық сөз жоқ. Бірақ бәрі түсінікті. Дәрігер таңғы тексерістен кейін
Қазір жағдайы тұрақты, бірақ күйзеліс қайталанса, қауіп бар, деді. Бұл сөз Даниярдың құлағында қалып қойды. Қауіп бар. Палатаға кіргенде Айсұлу апа ояу жатыр екен. Балам, деді ол әлсіз жымиып. Түнде ойланып шықтың ба? Данияр басын изеді. Мен үйге қайтамын, апа, бірақ сізбен бірге. Айсұлу апа көзін сығырайтып қарады. Мені алып кету үшін емес, орнымды қайтару үшін бе? Данияр үнсіз қалды. Бұл сұрақ оңай емес еді. Мен бәрін түзеткім келеді, деді ақыры. Онда алдымен қорықпа. Неден? Әйелінен, ұяттан, адамдардың сөзінен. Данияр алғаш рет шындықты мойындады. Мен сізді емес, жанжалды ойладым. Тыныштықты сақтағым келді. Тыныштық әділетсіздікпен келсе, ол тыныштық емес, балам. Сол күні түсте Айгүл келді, бірақ бұл жолы даусы баяу. Мен балаларды ойладым, деді ол. Болашағын. Айсұлу апа тіке жауап берді. Балалар болашақты сенің үйінмен емес, сенің әрекетіңмен көреді. Айгүл үндемеді. Сен оларды неге үйреткің келеді? Қартайғанда ата-ананы қалай шығарып жіберуді ме? Бұл сөзден кейін Айгүлдің көзіне жас келді, бірақ намысы әлі тірі. Кешке қарай күтпеген хабар келді. Арман телефон ұстап кірді. Апа, подъезде видео тарап кетіпті. Қандай видео? Деді Данияр селк етіп. Сіздердің шығарып жіберген сәттеріңіз, бір көрші әлеуметтік желіге салыпты. Даниярдың жүзі қуарып кетті. Қанша адам көрді? Көп. Ят енді тек аулада емес, қалаға тарады. Дәл сол сәтте Айсұлу апа жай ғана нотариус шақырыңдар, деді. Не үшін? Деді Данияр. Уақыт келген сияқты. Даниярдың жүрегі шым етті. Апа, әлі ерте ғой. Жоқ, балам. Кей шешімдер кешіксе, құнын өзгелер төлейді. Бұл сөздің артында үлкен бір өзгеріс тұрғанын бәрі сезді. Ал ертең бәрі ресми түрде шешілмек. Түстен кейін палатаға нотариус келді. Қолында папка, жүзінде салқын байсалдылық. Бәрі ресми, бәрі нақты. Даниярдың жүрегі атшатылап тұр. Айгүл қабырғаға сүйеніп үнсіз. Арман есік жақта тұр. Кетейін десе кетпейді. Нотариус құжаттарды үстелге қойды. Айсұлу Қалиева ханым, сіздің өтінішіңіз бойынша өсиет мәтінін дайындадым. Оқып шығайын ба? Оқыңыз, деді апа анық дауыспен. Палаташы тынышталып кетті. Мен Айсұлу Қалиева, ақыл есім дұрыс күйде. Өз еркіммен төмендегіні мәлімдеймін. Мен қайтыс болған жағдайда, өз атымдағы тұрғын үй сатылып, қаражаты тең 2 бөлікке бөлінсін. Данияр көзін жұмып алды. Бірінші бөлігі қалалық балалар үйіне аударылсын. Екінші бөлігі соңғы күндері маған адамдық танытқан азамат Арман Сейітовке берілсін. Палатада ауа жетпей қалғандай болды. Не? Деді Данияр сыбырлап. Айгүлгім жүзі бозарып кетті. Бұл әзіл ме? Арман да абдырап қалды. Апа, мен ештеңе үшін көмектескен жоқпын. Айсұлу апа оған жылы қарады. Сол үшін де. Данияр орнынан тұрды. Апа, біз ше? Сендер тірісіңдер, еңбек ете аласыңдар, үй сала аласыңдар. Мен сендерге өмір бердім, үй беру міндетім емес. Бұл сөз ауыр тиді, бірақ әділ еді. Бұл бізді жазалау ма? Деді Айгүл ашумен. Жоқ, бұл сабақ. Нотариус қол қою рәсімін бастады. Қалам қағазға тиген сәтте бәрі шынайы болды. Данияр анасына қарады. Бір сәтке ол кішкентай балаға айналды. Апа, егер мен бәрін өзгертсем ше? Айсұлу апа қолын тоқтатты. Не өзгертесің? Үйге өзіңізбен бірге қайтамын. Айгүл екеуміз бөлек шығамыз. Сіз сол үйде қаласыз. Айгүл селк етті. Не деп тұрсың? Мен шешім қабылдадым, деді Данияр алғаш рет нық дауыспен. Бұл үй ең алдымен анамдікі. Палаташы тағы да үнсіз қалды. Айсұлу апа ұзақ қарады. Мен сенің сөзге емес, әрекетке келгеніңді көремін бе? Көресіз. Нотариус құжатты жапты. Өсиетті өзгертуге әрқашан құқығыңыз бар,
деді ол сабырмен. Айсұлу апа қаламды үстелге қойды. Әзірге сол күйінде қалсын. Бұл соңғы ескерту сияқты естілді. Ал енді бәрі Даниярдың әрекетіне байланысты еді. Бейнежазба қалаға тарап кеткеннен кейін бәрі тез өзгерді. Әлеуметтік желідегі пікірлер, көршілердің әңгімесі, туыстардың қоңырауы бәрі бір күнде келді. Бірақ ең ауыр соққы басқа жақтан тиді. Қамқоршылық органдары үйге тексеріс бастаған. Кәмелетке толмаған балалар бар. Отбасындағы ахуалды тексереміз, деген ресми хат келді. Айгүлдің даусы дірілгеді. Енді балаларды араластырмақ па? Данияр суық қана жауап берді. Біз өзіміз араластырдық. Айсұлу апа ауруханадан шыққан соң бірден үйге қайтпады. Уақытша Арманның пәтерінде болды. Бұл оның шешімі. Менің оралуым сендердің дайын екендеріңді көрсетсін, деді ол. Бірақ жағдай сотқа жетті. Әкімшілік іс қозғалған. Қарт адамды қыс мезгілінде тұрғын үйден шығару фактісі бойынша. Сот залы кішкентай, бірақ ауыр атмосферада өтті. Судья құжаттарды қарап шықты. Полиция хаттамасы, көршілердің түсініктемесі, бейнежазба. Айыпталушылар кінәні мойындай ма? Деді судья. Данияр орнынан тұрды. Иә, мен мойындаймын. Айгүл оған жалт қарады. Біз уақытша ғана... Жоқ, деді Данияр сөзін бөліп. Біз қателестік. Сот залында тыныштық орнады. Көрші әйел куәлік берді. Қария чемоданмен отырды. Боран қатты еді, біз бәрін көрдік. Тағы бір көрші. Ұлы ештеңе демеді, тек қарап тұрды. Бұл сөздер Даниярға пышақтай батты. Судья шешім шығарды. Айыппұл салынады. Сонымен қатар әлеуметтік қызмет бақылауы орнатылады. Қайталанса, қатаң шара қолданылады. Айгүлдің көзіне жас келді. Бұл жолы намыстан емес, қорқыныштан. Соттан шыққанда журналистер күтіп тұрды. Микрофондар, камералар. Неге анаңызды шығардыңыз? Өкінесіз бе? Үй кімнің атында? Данияр ешкімге жауап бермеді, тек бір сөз айтты. Мен анамнан кешірім сұрауға бара жатырмын. Сол кеште ол Арманның есігін қақты. Айсұлу апа есік алдында тұрды. Бітті ме? Деді сабырмен. Иә, айыппұл, бақылау, ұят. Ал жүрегіңде не өзгерді? Данияр алғаш рет тізерлеп отырды. Мен сізді үйге апаруға емес, өз орныңызға қайтаруға келдім. Іште үнсіз тұрған Айгүл басын төмен салды. Бұл сәтте бәрі шешілетін еді. Айсұлу апа Арманның шағын пәтерінде тұрды. Жылы, жайлы, бірақ үй емес. Үй оның жүрегіндеді. Көршілердің сыбыры, әлеуметтік желінің дауылы, сот шешімі, бәрі артта қалғандай сезілді. Данияр есік алдына тұрды. Қолы салбырап, бірақ көзі анық. Апа, деді ол жай ғана. Енді бәрі менің қолымда емес, бірақ сізді өз үйіңізге апарамын. Айсұлу апа баяу басын изеді. Сен әрекет еттің, балам. Бірақ бәрі өзгерді. Кейде адамдар жүрекпен емес, намыспен сөйлейді. Данияр оны қолынан ұстап, көше арқылы баяу жүрді. Боран әлсіреген, бірақ қар әлі жерге төгіліп жатыр. Чемодан артында, бірақ бұл жолы ол ауыртпалық емес, белгі сияқты. Мен кешірім сұраймын, деді Данияр сыбырлап. Әкеңіз кеткен соң мен сізге әділетсіз болдым. Айсұлу апа оның иығына қолын қойды. Балам, кешірім сұрау әрқашан кеш емес. Бастысы оны көрсету. Көшеде олардың артында ешкім жүрмеді. Тек қардың үнсіздігі мен қала шамдарының бұлыңғыр жарығы. Үйдің есігіне жеткенде Айсұлу апа баяу ғана иығын түзеп, қолындағы чемоданды сүйреп кірді. Данияр артта қалды. Ұлы болса да, енді ол тек бақылаушы емес, жауапты адам. Армандаған үйге қайта оралу тек физикалық емес еді. Ол жүректерді қалпына келтіру еді. Артында қалған Айгүл үнсіз тұрды. Ол әлі ашулы, бірақ шындықты мойындаған. Бұл кешкі аяз бен қардың арасында олардың қатынасы өзгерді. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ болашақты жасау олардың қолында еді. Қаланың шамдары бұлыңғыр, тек бір ғана нәрсе айқын. Ең басты үй, жүрекке сыйған сыйластық.
соңы